Надилова Салтанат Сәтбайқызы нөмір 82-ші жалпы білім беретін орта мектебінің химия пәні мұғалімі. 2025 жылы Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өндірілік университетін бітірдім. Қазіргі таңда нөмірі 82-ші жалпы білім беретін орта мектепте өзімнің ұстаздық жолымды үлкен үмітпен және ынтамен бастаудамын. Маған жұмыс барысында білікті ұстаздар өздерінің іс тәжірибесімен бөлісіп, үнемі қолдау көрсетеді. Менің мақсатым тәрбие мен білім беруде елдің ертеңі болатын білімді, санаулы, тәлім тәрбиесі ұштасқан адамгершілігі мол тұлға тәрбиелеу. Мұғалімдік жолды таңдаған сәттен бастап мен өз өмірімді балалардың қуанышына, олардың бойындағы жарық жұлдызды жаға білуге дарыдым. Әр баланың өзіндік әлемі бар. Бірі ұян, бірі алғыр. Менің міндетім сол әртүрлі мінез, әртүрлі қабілеттерді біріктіріп, жеке тұлға ретінде қалыптастыруға жағдай жасау. Сол себепті менің кәсіби ұстанымым тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы. Мен үшін әр сабақ білім беру процесі емес, ол тұлға тәрбиелеудің үлкен сапары. Мен сол сапарда балаларымның қолынан ұстап, бірге өсіп, бірге жетілуді өз бағытым деп білемін. Талапты ұстаздан талантты шәкірт шығады. Менің алғашқы жетістіктерім. Конкурста Тілектесова Айнабат марапатталады. Жетекшісі Адилова Салтанат Сәтбайқызы. Осы алғашқы жасап жатқан 3 ай еңбек жолымда түсінгенім, мұғалімдік мамандық ол отқа салса жанбайтын, суға салса батпайтын, қайсар мінез бен үлкен жауапкершілікті талап ететін қасиетті жол.